Адам мен арыстан. Bir аңшы болыпты. Өмір бойы аң аулап күн көріпті. Аң мен құсқа ауғырады екен. Бірде ауын құрып жүріп, қалың арасынан арыстанға кезігіп қалады. Сонда арыстан: «Ей адам, сен көптен бері кездеспей жүредің» дейді тесіле қарап. «Құлақ сал сөзіме. Сенің істеп жүргеніңнің бәрі қиянат. Тіпті менің сыртымнан кіжінетін көрінесің. Ал енді мықты болсаң, күшіңді көрсетші». Арыстанның айбарынан сескенген адам оны дәріптей сөйлейді. «О, айбарлы арыстан, сенен күшім артық деп мақтанбаймын. Ал сен шыныменен күшті болсаң дәлелдеші». «Қандай дәлел керек саған?» дейді арыстан мақтанып. Адам қулығын асыра түскісі келеді. «Анау жолда бір нәрсе жатыр, соның астынан өтіп көрші». Арыстан да мұны сезгендей: «Адам айлакер деуші еді, ұлығыңды біліп тұрмын» дейді сақтанып. «Алдымен өзің өт, сонан кейін байқайын». Адам өзі құрып қойған аудың астынан жып етіп өте шығады. Сонан соң арыстан келеді да қарғып өту үшін бар пәрменімен секіреді. Сөйтіп торға шырмалып қалады. Адам шырмалып жатқан арыстанның кеудесіне мінетті. «Міне менің күшім, енді көзің жетті ме?» деп сұрайды. «Сендім, көрдім, енді саған тиіспеймін» деп жалбарынып арыстан. Сөйтіп айласын асырған адам арыстанды босатып жіберіпті. Арыстан адамның ерлігін орманға жайыпты. Ормандағы жыртқыш аңдардың бәрі адамның күшінен сескеніп жүретін болыпты.